Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін Аллах Тағаланың келесі есімдерін мағынасын ашып түсінетін боламыз. Бүгін Әл-Латиф есіміне келдік. Яғни өте жұмсақ, мейірімді, көреген деген мағыналарды білдіреді. Байқап отырсаңыздар, біз Аллах Тағаланың Ар-Рахман, Ар-Рахим есімдері мейірімді деген ғой. Одан да бөлек басқа есімдерінен де мейірімді деген мағынаны көріп отырмыз. Бұл Аллах Тағаланың мейірімділігін, жұмсақтығының өте үлкен кең екендігін білдіреді. Осыған Әл-Латиф есімде кірді. Көреген деген қалай түсінеміз? Аллах Тағала барлық сырларды біледі. Ешкім Аллах Тағаладан сырын бүгіп алып қалмайды. Яғни барлығын көруші, барлық сырларды білуші, көреген деген мағына осыдан шыққан. Және де өте жұмсақ деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде Әл-Хабир есімі, яғни барлығынан хабардар, білуші деген мағынаны білдіреді. Аллах Тағала өткенді де, қазіргіні де, болашақта болатын барлығын білуші, яғни Әл-Хабир. Аллах Тағала жария нәрсені де біледі, жасырын нәрселерді де біледі. Яғни сізге нақты болып тұрған нәрсе, сіз білетін, басқа ешкімдер білмейтін, сіздің құпияңызды біледі. Және де сіз білмейтін, бірақ басқалар білетін нәрселерді де біледі. Және де осы есімге мұқият болайық. Әл-Хабир есімі Аллах Тағаланың білімін көрсетті. Аллах Тағала білімі ешқашан кеммейді, ешқашан артпайды. Яғни Аллах Тағаланың білімі басқа ешқандай жаратылыстарына мүмкін емес, яғни құпия білімдердің барлығы Аллах Тағала бір деңгейде сақталып тұрады. Бізде Әл-Латиф, Әл-Хабир, Әл-Халим есімі. Әл-Халим өте ұстамды, жұмсақ, кешірімді деген мағынаны білдіреді. Қалай өте ұстамды дегенді түсінеміз? Өте ұстамды деген Аллах Тағала құлдары қанша күнә жасаса да, Аллах Тағала оны бірден жазалай салмайды. Аллах Тағала күтеді, әрі кешіреді. Сонымен қатар көптеген нығметтерді біледі. Байқайсыздар ма, бір қатты күнә жасап қойғаннан кейін бір ой туады ғой, мен де қазір жазалайды, мен өліп қалуым мүмкін, немесе басыма бір нәрсе түсіп қалу. Жоқ, Аллах Тағаланың бірден жазаламайтын біз қай есімнен білдік? Әл-Халим есімінен білдік. Жаңағы мен тек мысал ретінде айттым, сіздер қатты маңызды қабылдап қалмаңыздар да. Бірақ көптеген адамдар бар, бір күнә жасайды да, болды, Аллах Тағала мен қазір жоқ болып жүреді, жойып жүреді деп ойлайды. Жоқ, Аллах Тағала ұстамды, яғни күтеді. Сосын бар, сіз тәубе етесіз, кешіреді, нығметтерін де біледі. Байқайсыз ба, осы күнә жасап қойғаннан кейін де бір Аллах Тағала сонда да тоқтаусыз бізге тамақты да, суды да, ризықты да береді ғой. Байқап тұрсақ, ауа да жұтып жатыр, бір бүйрегіміз түсіп қалған жоқ. Бұл Аллах Тағаланың мейірімділігін және ұстамдығын көрсетіп отыр. Әл-Азим есімі. Әл-Азим деген Аллах Тағала өте кең, өте даңқты, үлкен деген мағынаны білдіреді. Аллах Тағаланың кеңшілігі, құдіреттілігі өте көп, яғни оған теңесетін еш нәрсе жоқ. Және де Аллах Тағаланың кеңшілігі ешқашан кемімейді, ешқашан көбеймейді. Бір қалыпта. Аллах Тағаланың сипаты Әл-Азим деген. Келесі бізде Әл-Ғафур есімі. Әл-Ғафур деген білесіздер, аса кешірімді деген мағынаны білдіреді. Әл-Ғафар 15-ші есімге ұқсайды Әл-Ғафур есімі. Бірақ Әл-Ғафар есімінен айырмашылығы, Әл-Ғафур деген Аллах Тағала теңдессіз көп күнәларды кешіруші. Яғни Аллах Тағала қаншалықты көп жасай берсе де кешіреді. Яғни біз өлгенге шейін Аллах Тағала осы өмірде біз егер тәубе ететін болсақ, кешірім сұрайтын болсақ, Аллах Тағала күнәлардың барлығын кешіруші, өте көп количествода. Яғни Әл-Ғафарға қарағанда ұлығын Әл-Ғафур деген есім Аллах Тағаланың настолько кешірімді екендігін түсініп тұрып қоя. Орысша қосқаным үшін кешірім сұраймын. Комментарийде негативті жауап тастамаңыздар, орысша сөйлеген үшін. Әл-Ғафур есімі Аллах Тағаланың кешірімділігінің өте үлкен екендігін көрсетеді. Түсінікті болды деген сіздерге ойдамын. Видеоны түсінбесеңіздер қайтадан қарап көріңіздер. Аллах Тағаланың көркем есімдерінің сипаттары, мағынасы күннен күнге бізге ашыла берсін. Аллах Тағала жүрегімізден өте үлкен, ең үлкен орындарды алуды нәсіп етсін. Баршаларыңызға ассалаумалейкум.